Сонымен математикадан, бірінші сыныптың математикасынан 75-ші сабаққа да келіп жеттік. Сабақтың тақырыбы есептер шығару. Бүгін де біз мәтіндік есептерді шығаруды ары қарай жалғастырамыз. Ендеше оқулықтағы ең алғашқы тапсырма бірінші тапсырмаға назар аудар. Тапсырманың берілгенін мұқият оқы. Суреттерге қара. Егер мысалдарды дұрыс есептесең, яғни төменде берілген мына мысалдарды дұрыс есептесең, саябақтардың атауын білесің. Екі саябақтың қайсысы қалай аталатынын білесің дейді. Енді мысалдарды есептейік. Мәні 9 немесе 10 шығады ма екен көрейік. Көріп отырғандай, бұл жақшасыз өрнек. Жақшасыз өрнекте қосу бірінші орындалады, азайту екінші орындалады деген қағида жоқ. Бұл жерде қосу немесе азайтудың қайсысы бірінші тұр, сол ретпен орындай береміз. 10 мен 7-нің айырмасы 3-ке тең. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең. 7 мен 2-нің қосындысы 9-ға тең. Міне 9. Демек, мына суретте тұрған саябақ, парк, орысша айтқанда, ол 28-ші Гвардияшыл Панфиловшылар саябағы деп аталады екен. Ал екінші саябақты тексеріп көрейік. 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең, 9 пен 4-тің айырмасы 5-ке тең, 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Ал бірінші суреттегі саябақ ол Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің саябағы екен. Осыған ұқсас тапсырма келсе, әрине осы бетпен орындаймыз. Екінші тапсырма. Есепті шығар дейді. Алдымен есептің берілгенін оқимын басынан бастап, мұқият тыңдайсың, және одан кейін өзің де міндетті түрде түсініп оқи ғой. Саябаққа отырғызу үшін 15 жәшік қызыл, одан 5 жәшігі кем сары гүл әкелінді. Неше жәшік сары гүл әкелінді дейді. Осы есепті мына сызбаға қарай отырып қазір шығаратын боламыз. Есеп саябаққа отырғызылған гүлдер туралы. Бұл жерде екі гүл туралы айтады. Қызыл гүлдер және сары гүлдер туралы айтылады. Сонымен есептің шартын құру үшін біз алдымен белгілі сандарға назар аударамыз. Бұл жерде 15 саны белгілі. 15 ненің саны? Ол қызыл гүлдің саны. Демек жазамыз. Қызыл гүл 15. Екінші, нақты бесеу деп тұрған жоқ. Бұл жерде 5 жәшігі кем. Ол қандай гүл? Ол сары гүл. Сары гүл. Сары гүл белгісіз, бізге нақты нешеу екенін айтып тұрған жоқ. Бірақ дейді 5 жәшігі кем. Неден кем? Қызыл гүлден кем. Шешуі және жауабы. Нені табуымыз керек? Сары гүл нешеу екенін табуымыз керек. Енді назар аудар. Егер де қызыл гүл 15 болатын болса, суретпен салатын болсақ, мысалы, қызыл гүліміз 15 тек мұнда салсақ, 15 гүлді салып шығуымызға болады, Ал сары гүл одан соңынан санағанда 5-еуі кем болады. Оның сызбасы былайынан болуы мүмкін. Мысалы, мынау қызыл гүліміз біздің 15. Мынау сары гүліміз белгісіз, бірақ 5-ке кем. Міне, сонда кем болған кезде кемейді, яғни азаяды, азаю керек. Біз азайту амалын қолданамыз. Ол үшін белгілі 15 саннан 5-ті азайтамыз. 10 шығады. Есеп гүл туралы.
Сұраққа жауап береміз. Сары гүл нешеу? Сары гүл 10. Міне таптық. Енді әрі қарай былай дейді. Қысқаша жазылуы бойынша кері есеп құрастыр дейді. Яғни мына сызбаға сүйене отырып, енді осыған кері есеп құрастыр дейді. Кері есеп құрастырған уақытта мында бізде жаңа қызыл гүлдің саны белгілі болды. Сары гүлдің саны белгісіз болды. Біз енді осы жерде екеуінің орнын ауыстырамыз. Кері есеп құру үшін. Біз сары гүлді белгілі қыламыз. Сары гүл шешуінде қанша шықты жаңа? 10 шықты. Сары гүл 10 дейміз. Енді қызыл гүлді белгісіз етіп жазамыз. Қызыл гүл белгісіз дейміз. Бірақ 15 болу үшін ол көп қой сары гүлден, е? 5-ке артық. Неден артық? Қызыл гүл сары гүлден артық. Табуымыз керек сары гүлді. Шешуі және жауабы. Сонымен сары гүл, міне сызбасын сызамыз. Мынау сары гүл 10 деп жазып тұрмыз. Ал қызыл гүлдің саны белгісіз, бірақ міне оның саны қызыл гүлдің 5-еу артық. Артық болған жағдайда артады, көбейеді деген сөз. Демек, бұнда біз қосу амалын пайдаланамыз. 10 сары гүлге 5-ті қосамыз. 10 мен 5-тің қосындысы 15. Есеп гүл туралы. Жауап береміз. Қызыл гүл қанша? Қызыл гүл 15. Мында экранға жазған ыңғайсыз, сол себепті жазуым қисық болуы мүмкін. Түсіністік танытуларыңызды өтінемін, кешірім өтінем алдын ала. Ары қарай кеттік. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада былай дейді. Есептерге сұлба таңда. Яғни А және Ә есептеріне сәйкес келетін екі дұрыс сызбаны табу керек біз мына жерден. Одан кейін олардың шешуі және жауабын жазуымыз керек. Шығар дейді ол есептерді. Қазір. Асын оқиық бірінші. Саябақта концерт өтіп жатыр. Көз алдыңа елестете ғой, саябақ деп отырғанымыз парк, онда сахнада концерт өтіп жатыр. Бишілер 10 би билеуге тиіс. Жалпы барлығы олар жоспарлап келгенде 10 биді билейміз деп келеді. Бірақ олар сол 10 бидің тек қана 3-еуін билейді. Биленбеген неше би қалды? Билеу тиіс. Қанша би болды? Билеу керек, билеуі тиіс. 10 би. 3-еуі не істеді? Биленді. Биледі. 3 биді. Міне, екі белгілі сандарды пайдаланып біз есептің шартын құрдық. Сұрақ. Есептің сұрағын соңғы сұраулы сөйлемнен іздейміз. Биленбеген неше би қалды? Қалды қанша? Қалды қанша? Осын табуымыз керек. Енді сызбадан белгілі 10 және 3 деген сандарды таба қой. 10 және 3. Екінші сызбада тұр міне. Жалпы билеу керек олардың бейінің саны 10 болды. Олар соны тек қана 3-еуін биледі, қаншасын билемей қалды. Қалған санды табу үшін біз мына белгілі жалпы саннан биленген бидің санын азайтамыз. 10-нан 3-ті азайтамыз. 10 мен 3-тің айырмасы 7-ге тең. Есеп би туралы. Сұраққа жауап береміз. Бізден сұрады, қалды қанша дейді. Жауап береміз. Қалды 7 би. Міне шықты. Келесі. Ә есебін оқимын.
концертке бір мектептен 70 бала, ал екінші мектептен біріншіге қарағанда 30 бала артық келді. Мұнда 70 сан ол бірінші мектептен келген баланың саны нақты айтып тұр, 70 бала дейді. Бірінші мектептен 70 бала келгенін нақты айтып тұр. Ал екінші мектептен келген баланың санын нақты айтылмай тұр, бірақ былай дейді. Мына бірінші мектепке қарағанда 70-тен 30 балаға артық, яғни 30 бала көп келген бірінші мектепке қарағанда. Екінші мектептен белгісіз. Немесе былай да жазуымызға болады. Ұзақ болмасы үшін бірінші мектептен және екінші мектептен жазсақ та болады. Бірінші мектептен 70 бала келді дедік. Екінші мектептен нақты айтып тұрған жоқ 30 деп. Жоқ, 30 бала артық келді біріншіге қарағанда дейді. Демек, екінші мектепте белгісіз. Бірақ 30-ға артық. Неден артық? Бірінші мектептегі бала санынан артық. Шешеміз өткен сабақтарда да, өткен есепте де айттым, артық, яғни көп деген сөз. 70-тен көп сан шығу үшін біз әрине бірінші мектептегі бала санына 30-ды қосамыз. 70 пен 30-дың қосындысы 100-ге тең. Есеп балалар туралы. Сұраққа жауап береміз. Екінші мектептен неше бала келді дейді, міне. Екінші мектептен неше бала келді деп сұрап тұр. Екінші мектептен мен қысқартып жазып жатырмын, өйткені сыймайды. 100 бала келді. Міне, бұған сәйкес келетін сызба қайсы? Яғни белгілі 70 және 30 деген сандар бар сызбаны табамыз. Міне, екеуінде де бар, бірінші сызбада да, үшінші сызбада да. Бірақ назар аударып қарасаң, үшінші сызбада артық екені көрсетіліп тұр. Сондықтан да ә есебінің сызбасы осы. Міне, бірінші мектепте 70 бала келді, міне тұр. Екінші мектепте белгісіз, бірақ 70-тен 30-ға артық дейді. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма, салыстыруға берілген тапсырма. Бұл жерде біз жұлдызшаның орнына артық, кем немесе тең таңбаларын қоюымыз керек. Ол үшін тапсырманың әр бөлігіндегі мысалдарды есептеп алуымыз керек. 6 дециметр мен 4 дециметрінің айырмасы нешеге тең? Бұл жерде шамаларымыз бірдей, мұнда да дециметр, мұнда да дециметр. Сондықтан да тек қана саннан санды азайтамыз. 6-дан 4-ті азайтсақ 2-ге тең, яғни 2 дециметр шығады. Егер шамалары әртүрлі болса, оны түрлендіреміз. Оны алдағы уақытта 2-3 сыныптарда өтетін боласың. 5 дециметрден 2 дециметрді азайтамыз. Дециметр шамалар бірдей, сондықтан 5 санынан 2 санын азайтасың. Нәтижесі 3-ке тең, 3 дециметр. Міне, енді осы 2 шыққан сандарды салыстырамыз. 3 дециметр артық па, 2 дециметр артық па? Әрине 3 саны көп, сондықтан да 3 дециметр артық болады. Яғни артықты былай белгілейміз. Бұл таңбаны қолтырауынның крокодилдің аузы ретінде елестетуге болады. Тістері бар. Крокодил қолтырауын тек қана үлкен сандарды жейді деп есептейік. Тек қана үлкен сандарды жейді. Сонда міне мынау қолтырауынның аузы үлкен сан 3. Соған қарай қаратамыз. Келесі. 30 сантиметрді 100 сантиметр мен 40 сантиметрдің айырмасымен салыстыруымыз керек. 100-ден 40-ты азайтамыз. 100-ден 40-ты азайту үшін ондықтармен 40 дегеніміз 4 ондық қой. 100-ден кері 4 рет санайсын ондықтармен. 90, 80, 70, 60 сантиметрге тең мұнда. Ені салыстырайық.
30 сантиметр мен 60 сантиметрді салыстырамыз. Қай сан артық? 30 ба, 60 ба? Қолтырауын крокодил үлкен санды жейді. 60 30-дан артық, сондықтан да крокодилдің аузын осылай қаратамыз. Келесі. Соңғысы. 30 сантиметр мен 10 сантиметрдің қосындысы 3 ондық пен 1 ондықтың қосындысы 3 пен 1-дің қосындысы 4 ондыққа тең, яғни 40 сантиметрге тең. Ал 40 сантиметр мен 20 сантиметрдің айырмасы 4 ондық пен 2 ондықтың айырмасы 4-тен 2-ні азайтамыз 2. 2 ондыққа тең, ол 20 сантиметр. Қолтырауын қай санды жейді? Үлкен санды жейді. 40 20-дан артық, үлкен, көп. Сондықтан да біз қолтырауының аузын 40-қа қаратамыз. Міне. 4-ші тапсырманы орындадық. Келесі, соңғы тапсырма, 5-ші тапсырма. Бос торкөзге қай фигураны таңдау керек? Міне 5-ші тапсырма. Бос торкөздерге деп тұрған жоқ. Бос торкөзге, бір ғана торкөз, ол міне. Осы жерге біз мына фигуралардың ішінен қайсысын таңдауымыз керек. Бұл логикалық тапсырма, сондықтан да бос торкөздерге қарайсың. Тігінен де, көлденеңнен де фигуралар қайталанбау керек. Тігінен қарайтын болсақ, мұнда үшбұрыш, дөңгелек, шаршы бар. Мұнда да үшбұрыш, дөңгелек, шаршы бар. Көлденен қарайық. Үшбұрыш, дөңгелек, шаршы бар. Үшбұрыш, дөңгелек, шаршы бар. Енді мұнда үшбұрыш бар. Шаршы бар. Қандай фигура жоқ? Дөңгелек жоқ. Тігінен қараймыз. Үшбұрышымыз бар, шаршы бар. Қандай фигура жоқ? Дөңгелек. Яғни мұндағы бос торкөзде қандай фигура болу керек? Мына дөңгелек фигура болу керек. Міне 74-ші сабақ соңына келіп таянды. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.